Ұстаз. Осы ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы айтқандай, әрбір оқушының өз жүрегіне жақын ұстазы болады. Ұстаз былайша айтқанда мектептегі екінші ата-анамыз. Сол сияқты менің де жаныма жақын ұстаз ол. Жалпы білім беретін Алмалы орта мектебінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті мұғалімі Мизамбаева Толқын Әлбекқызы. Толқын апайымыз Гурьев облысы Балықшы ауданы Тендік совхозында дүниеге келген. Ол кісінің әрбір сөзі мен үшін үлгі өнеге. Еңбек жолында да талай асуларды бағындырған. Нағыз маман өз ісінің шебері, мықтыларды өз ізінен ертеді. Ұстаздықты мамандық қып таңдадым, үлгі болар мұғалім бар себебі. Өзім де Толқын апай сияқты мұғалімдік жолды таңдап қызмет етудемін. Құрметті ұстаздар, сіздерге тілейтінім мықты денсаулық, жұмыста шығармашылық табыс, алар асуларыңыз көп болсын.